Қайырлы күн оқырмандарым, менің арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге құрамына сумен жасалатын шоколадты кекстің рецептісін ұсынатын боламын. Менің арнама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, видеоның соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар. Суда жасалған кекстарымыз өте дәмді, жұп-жұмсақ, нәзік болып шығады. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды жарып, үстіне қантымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Біздің қантымыз толықтай еруі қажет. Миксердің көмегіне немесе венчиктің көмегімен араластырсаңыздар болады. Қантым толықтай ерігеннен кейін үстіне сұйық майымды қосатын боламын. Және тағы да жақсылап араластырамын. Барлық пайдаланған заттарымның өлшемдерін видеоның астына описанияда жазып өтетін боламын. Енді үстіне бөлме температурасында тұрған суымды қосып жақсылап араластырып аламын. Енді илеушіме ұнымды, какаомды және 1 шай қасық қопыстықшымды салып, електен өткізе отырып, бірнеше бөлікке бөліп, сұйық массамның үстіне қосамын. Және де жақсылап тұрып араластырамын. Бізде түйіршіктер болмауы қажет. Бір жасағаннан өте дәмді әрі нәзік кекстер шығады. Мінеки осындай қамыр пайда болады бізде. Енді осы дайын қамырымызды формаларымызға саламыз. Менде силиконовый формалар, сіздер енді өздеріңіздің формаларыңыздың көлеміне байланысты салуларыңызға болады. Мен 2 ас қасықтан салдым. Ортасында салмасы бар кекстарды ұнатсаңыздар, ортасына өзіңіздің ұнатқан салмаларыңызды салсаңыздар да болады. Артылған қамырымды басқандай формаға салдым. Енді алдын ала қызып тұрған пешіме 180 градусқа кекстарымды пісіріп аламын. 20-25 минуттың ішінде пісіп шығады. Ағаш таяқшаның көмегімен кекстарымның піскен-піспегенін тексеріп, суығаннан кейін дастарханға ұсына берулеріңізге болады. Міне осымен біздің кексіміз дайын. Өте дәмді әрі жұп-жұмсақ болып шықты. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған арайлым. Сау болыңыздар.